Сәлеметсіздер ме оқушылар, 5-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көлік түрлері. Оқу мақсаты тыңдалым материалы бойынша жауап беру және бағалау. Тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Туынды сын есімдердің жасалу жолдарын білу. Бағалау критерийлері. Сурет желісі бойынша әңгіме құрайды, сұрақтарға жауап береді. Көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіреді. Туынды сын есімдердің жасалу жолдарын біледі. Көлік түрлеріне тоқталатын болсақ, көлік түрлері үлкен 3 топқа бөлінеді. Әуе жолы көлігі, су жолы көлігі, жерде жүретін көлік. Әуе жолы көлігіне тоқталатын болсақ, бұл әуе жолы көлігіне әуеде жүретін көліктерді жатқызамыз. Мысалы, тікұшақ, ұшақ, зымыран жатады. Ал енді су көлігіне тоқталатын болсақ, су көлігіне су бетімен және су астымен жүретін көліктер жатады. Мысалы, кемелер, катерлер, қайықтар және сонымен қоса сүңгуір кемелерді жатқызуға болады екен. Ал жер көлігіне бұл жер бетімен жүретін көліктер жатады. Мысалы, автомобиль, велосипед, самокат, мотоцикл, автобус, поезд және басқалары. Жер көлігі жолдарды не рельстерді қажет ететін көлік түрлері екен. Біздің бүгінгі тілдік бағдарымыз туынды сын есімнің жасалуы. Туынды сын есімдер 2 жолмен жасалынады. Есім сөзден сын есім жасайтын жұрнақтар арқылы және етістіктен сын есім жасайтын жұрнақтар арқылы жасалынады екен. Есім сөздерден сын есім тудыратын негізгі жұрнақтар л, д, т, т, с, сіз, ғ, г, қ, к, лық, лік, дық, дік, тық, тік, шыл, шіл, шаң, шең, дай, дей, тай, тей, кер, қой, қор, пас, ымпас, імпас, и, жұрнақтары екен. Мысалы, таулы, жазғы, үйшіл, табыскер, әдеби. Етістіктен сын есім тудыратын негізгі жұрнақтар ғақ, гек, қақ, кек, ақ, ек, ық, ік, қ, к, ғыш, гіш, қыш, кіш, ғыр, гір, қыр, кір, шақ, шек, ыққы, іккі, інді, інді, малы, мелі, балы, белі, палы, пелі, ымды, імді, аға, неген, улы, улі, ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтары. Мысалы, ұрысқақ, басыңқы, түйінді, көргіш, ұрыншақ, бұрама, асулы деген сөздер жатады. Тілдік бағдармен таныс болсақ, оқушылар ендеше тапсырмалар орындауға көшеміз. Бірінші тапсырма: тақырыпқа байланысты сөздерді кестеге орналастыр, көлік түрлерін ажырат. Көлік түрлері астында көрсетіліп тұр. Келесі тапсырма: есім сөздерден сын есім жасайтын жұрнақтар арқылы және етістіктен сын есім жасайтын жұрнақтар арқылы сіздер 6 сөйлем жазасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.